Ресей-Қазақстан шекарасы. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында қазір мемлекеттік шекара. Бұрын Қазақ КСР мен РСФСР арасында әкімшілік аумақ шекара болып табылды. Мемлекеттік шекара 1930 жылы өзінің заңнамалық формасын, ал мемлекетаралық мәртебеге 91 жылы КСР ыдырағаннан кейін ие болды. Сонымен қатар шекара аймақтың халықтардың орыстар, қазақтар және басқа ұлттар, немістер, татарлар, украиндар тұратын аумақтар мен сәйкес келмейді. Екі ел арасындағы әлемдегі ең үздіксіз құрлық шекара 7598 км. Канада ақш шекарасының ұзындығы 8891 км. Бірақ оның Аляска мен ақш континентінің штаттары арасына алшақтық бар. Географиясы. Шекара өзінің орналасқан жерін Қазақ КСР мен РСФСР арасында шекара мұра етті. Құрлықтағы шекараның ұзындығы 7598. Ресей-Қазақстан шекарасы толығымен дерлік құрлық. Оның ішінде 5936 км жер, 1516 км өзен, 60 км көл шекарасы. Теңіз шекарасының ұзындығы 85 км. Шекараның делимитация 2005 жылы аяқталды. Қазіргі уақытта шекаралары белгілеу жұмыстары жүргізілуде. Олар қазіргі уақытта негізгі көлік бағыттарының шекаралық өткізу пункттеріне аяқталды. Қазақстан мен Ресейдің кедендік одақ пен Еуразиялық сияқты экономикалық ұйымдарға кіруіне қарамастан, қауіпсіздік мақсатында шекара бақылауды да күзетте сақталды. Шекарадан өтуге саны шектеулі өткізу пункттері ғана рұқсат етілді. Міндетті паспорттық бақылау процедурасы болды. Ресей Федерациясының Қазақстанмен шектесетін аймақтары: Астрахан облысы, Волгоград, Саратов, Самара, Орынбор, Челябинск, Қорған, Тюмень, Омбы, Новосибирск, Алтай Республикасы кіреді. Қазақстанның Ресей Федерациясымен шектесетін аймақтары: Атырау облысы, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облысы, Шығыс Қазақстан облысы. Бақылау пункттері: Қазақстан мен Ресей шекарасында 51 бақылау өткізу бекеттері бар. Оның ішінде 20 темір жол бекеті. Оларға Қазақстан өткізу пунктінде Ақсу, Ауыл, Бүскіл, Бұлаево, Уәлиханово, Гаюншкино, Жайық, Жәнібек, Жайсан, Жескент, тағы да басқа өткізу пункттері кіреді. Тағы да 30 автомайлы өткізу пункті. Қазақстан бақылау өткізу пунктіне Ақбалшық, Ақсай, Амангелді, Әлімбет, Ауыл, Аят, Байтанат, Бидайық, Жайсаң, Жаңажол кіреді. Ең маңызды тағы бір өткізу жолы бір өзен өткізу пункті. Қазақстан бақылау пунктіне Ұрлытөбе, орналасқан жері Павлодар облысы. Көршілес бекетте Черлак, орналасқан жері Омбы. Сипаттамасына жолаушы маусымдық екі жақты болып кіреді. Аумақтарды ауыстыру. 2015 жылдың 13 ақпанында Ресейдің Омбы облысы мен Қазақстан солтүстік Қазақстан облысының басшылары шекаралық аумақтарды айырбастау ұсынды. 2015 жыл 23 ақпанда Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ресей Федерациясы мемлекеттік шекараны демаркациялация жөніндегі Қазақстан-Ресей бірлескен комиссиясының Қазақстанға мұндай ұсыныспен жүгінбегені туралы түсініктеме берді. КСР тарағаннан кейін Қазақстанның Қостанай облысы Қарабұлақ ауданы аумағында халқының басым көпшілігі орыстар тұратын Огнеупорный селосы аяқталды. Оның барлық тұрғыны Ресей азаматтығын алды. Барлық коммуникацияларды Ресей байланыстырды. Тұрғындардың көпшілігі Магнитогорск металлургия комбинатының филиалы болып табылатын Бускул карьері басқармасының жұмыс істейді. 2005 жылы 18 қаңтарда Ресей мен Қазақстан президенттері Ресей-Қазақстан шекарасын делимитация туралы мемлекетаралық келісімге қол қойды. 2006 жылы 12 қаңтарда Астанада мемлекеттік басшылар шартты ратификациялау, грамоталармен алмасу туралы хаттамаға қол қойды. Келісімге сәйкес мемлекеттік шекара Огнеупорный ауылы Челябі облысының құрамына кіретін етіп белгіленді. Оның орнына Қазақстан облысының Октябрь ауданына жерінен Қостанай облысы Федоров ауданының Курске және Ивангорске ауылдары арасында көлемі 520 гектар болатын далалық аймақтың тең ауқымы қалды. Достар, көргендеріңіз үшін үлкен алғыс айтам, рахмет.
каналымға подписаться тастап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.